Bizim imam Mahmut ауылда тұрады. Көп жылдан бері имам болып ішлейді. Өзінің құллықларын yürütеді. Acayip yaşında bizim imamımız 78 yaşında, ayakları da ağrıydı bizim imamımızın. Ağırsa da yürüdük. Атайымызға денсаулық, ауырмай, Алла Тағаладан тілейміз, ауырмаға етіп, постоянно мұны келсек, хутба намазға келсек қараймыз, атай бар ма, кішкене настроениеміз көтеріледі, атай бар, хутба. Бір жерде келеміз, қараймыз, жоқ, біздің атайымыз ауырыпты. Қалай, ауылымыз многонациональный біздің, татым жашаймыз бәрімізде. Мен Көкшев Әліби, 46 жыл туғамын. Уже неше жылдан бері имаммында. Бұлай дұрысында айтсам, где-то 20 жылдан артық. 2000 годта мені словесно избирать еткен. Совет старейшин бар еді, мұнда моллалар бар еді. Олар айтты, біз қартайдық, мұны зат етейік. Сонда мені избирать еткен. Ара соң уже документ алған соң, уже мен уже мұндан мен жігіттедім. Ара соң мен ішлемедім, как раз болезньде бар еді. Солай болып, Аллаху Тағала мені салды бұйырға, үй сорманда қатып қалдым мұнда. Зарплат жоқ, зарплат бізге төлемейді. Басқа құллықта етпеймін мен. Менде пенсия бар. Пенсия маға етеді. Мен 20 мың пенсия аламын, 23 мың. Маға етеді, иншалла. Бұлай басқа құллық етпейді, здоровье жоқ. Басқа құллық керегі де жоқ. Шушында жүремін әлі. Астарақан. Алға самай. Енді может жастар келер. Біреу шығар. Бізді ауыстырар. Бізде болды бір ел, бір жас келді, бізді оқытты. 4-5 ай оқытты бір жас. Келмеді о бізге олды. Онда міне 4 баласы бар. Оның келім мәнесіне, мұнда келіп, оның 4 баласы бар. Оға яшау да керек шо. Оға зарплата төлеу керек. Бізде төлегенде зарплата жоқ. Сондай проблемалар болады бізде. Имам уже қалай болса да бар затты да біледі. Что к чему, қалай не зат, бар затты да уже біледі. Міне өзінің құллығына көре. Обязанность имама, имам мешітті жүрт керек. Жамағат, основной жамағатқа қарау керек. Қишықлары болмасын, анаудай заттары болмасын. Дұрыс жүрітсін бәрінде. Тура жолға салынсын, тура жолмен жүрсін. Основной сол. Балаларды воспитать, балаларға тербия беру, никах қима керек. Ондай құллықлар көп. Отчет государство сдавать етперек. Әр 3 ай сайын, айда ем конце года солай. Ода біреулер тыңлайды, біреулер тыңламайды. Олар туы ясикөлерді солай орамды көрсең, сен нетесің? Бұлай зат яраймаса етпе. Да, мен етпен дейді, қарайсың 2-ші күн, 3-ші күн, бәрі етір собай азатын етеді. Көп заттар, сондай көп заттар болады. Әлі енді Алла шүкір үйреніп келе жатыр халық. Әлі енді айтқаныңды тыңлайды, айтқан зат етеді. Әлі біраз шүкір, бас дегенде қиын еді, айлақ барама. Қиын дегенде қиын болды. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Бір садақа 1000 бәледен құтарады. Садақа адамның защитасы. Аллаху Тағала сол садақаға қарайды. Садақа берген садақаң сенің оны қайтарар. 100 қайтанма, 1000 қайтанма. Сен егерден бере алмасаң бір кішкене зат болса, онdan көп болып қайтар. Садақа деген адамды сылайтаған зат, адамға көмек ететін зат. Аллаху Тағала сені сақлайды. Авариядан, неден, мараздан. Садақа на первом месте ұрсайды қылай. Соға көрі, садақа, әрдайымда садақа беру керек. Садақа өлілерге бермерек, тіріге бермерек, садақатын зияны жоқ. Бәрі де өзін защитает, страховка.
өзүндө ситет берек, сондай затлардан. Бала казадан Аллаху Таала сакласын деп, шығып бара жатырған, жолға шығып бара жатырған елтеп, мешітке садақа тасласаң, онда сені Аллаху Таала бір кішкенекей ерлерінен сақлар. Әлі ару, әлі еңгіл болды. Бас дегенде қиын еді, бас дегенде айлақ қиын болып кетті. Халықты қайтару, халықпен ішлеу айлақ қиын. Ассаламу алейкум, сыйлы дин кардашлар, дорогие единоверцы и земляки. Мы только что показали вам один день из жизни имама одного из ногайских аулов. Нашей целью было донести до вас, насколько важна миссия имама. Если мы хотим развивать религию и духовность в нашем народе, то мы должны поддерживать своих имамов, а также студентов, которые обучаются религии. Без нашей поддержки у нас не будет образованных и грамотных имамов и религиозных деятелей. Согласно Священному Корану, закят распределяется по 8 направлениям. Беднякам, неимущим, тем, кто собирает закят, для смягчения сердец, находящимся в рабстве, обремененным тяжелыми долгами, на пути Аллаха и путникам. Почему-то большинство выплачивающих закят останавливается только на 2 первых пунктах – бедняках и неимущих. Благотворительный фонд «Казият» уже оказывает материальную поддержку многим мечетям, имамам и студентам, которые обучаются религии. Участвуйте вместе с фондом «Казият» в поддержке ислама в нашем народе. Вы можете легко сделать свое пожертвование на нашем сайте fondkaziyat.ru. Аллах сізден разы болсын.